Сәлем баршаңызға, бүгін осындай таңғы асқа керемет сырный блинчики дайындайтын боламыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз, алдағы жаңа рецептерді алғашқылардың қатарынан білетін боласыз. 2 жұмыртқаға жарты шай қасық ас тұзы және де 1 ас қасық қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Блинчиктің көмегімен ешқандай миксердің қажеті жоқ. Үстіне 500 мл сүт қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ситаға ұн мен жүгерек крахмалын қосып, үстіне себеміз. Блинчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік болмауы қажет. 1 келкі қаймақ сияқты масса шығуы қажет. Үстіне үккіштен өткізілген сырымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз, 1 келкі масса шыққанша. Отқа блинница немесе табамызды қойып, қыздырып, үстіне кішкене ғана сұйық маймен жағып аламыз. Оны бірінші жолы ғана жақсаңыз болады, кейінгілерде жақпасаңыз болмайды. Екі жағын 2-3 минуттан піскенше аударып отырамыз. Тым тәтті болмағандықтан, сондықтан балалар өте жақсы көріп жейді және де пайдалы. Папа ретінде қолдансаңыз да болады. Осындай керемет қып-қызыл жұп-жұмсақ блинчики болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.